Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы презентацияға нысандар кіріктіру. Бүгінгі сабағымызда нысандарды қою және нысандарды пайдаланып презентация жасауды үйренеміз. Сөздікті қайталайық. Пішім, формат, кірістіру, вставка, инсет. Презентацияға мәтін, суреттер, фигуралар, дыбыс және видеоларды кірістіру үшін кірістіру, вставка мәзірін пайдаланамыз. Ол үшін создать слайд, вставка батырмасын таңдап, Word Art батырмасын басайық. Мысалға, су, өмір, өмір, нәрі. Жазған мәтінімізді қажетті жерге орналастырып, вставка, фигуры батырмасынан өзімізге ұнаған фигураларды таңдаймыз. Бұл таңдалған фигуралардың біз түсін өзгерте аламыз. Ол үшін фигураны 2 рет маустың көмегімен шертіп, қалаған түсіңізге өзгертесіз. Және надпись батырмасын басып, бұл жерге мәтін жазасыз. Сәлем. Міне оқушылар. Енді смайлигіміздің түсін өзгертейік. Енді оқушылар слайдымызды әрі қарай сәндеу үшін қайтадан вставка батырмасын басып, снимок батырмасын басайық. Бұл жерде вырезка экранын басып, яғни қосу белгісін көріп тұрсыңдар. Осы арқылы өздеріңізге қажет суретті ерекшелеп қиып аласыздар. Қажет емес фигураны жойып тастауымызға да болады. Міне оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма. 102-ші беттегі білгенге маржан және міне қызық. Осы тапсырмаларды дәптерлеріңе жазып қойыңдар. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.